Ұстаз жолы қиынырақ басқадан, сырлары көп, сыртқа әлі шықпаған. Шаршаса да осы жолдың бойында, қандай рахат, шын бақытын тапса адам. Қалайсыңдар? Көңіл күйлерің қалай? Бүгінгі тәрбие сағатына дайынбыз ба? Дайын болсақ, олай болса, мына жерде жатқан қима қағаздар бар. Топқа біріктіру үшін осы қағаздардан алыңыздар. Тәрбиенің ең тамаша мектебі отбасы деген тақырыпта біз тәрбие сағатымызды бастаймыз. Әкең қазақ, шешең қазақ қарағым, сен де ұлысың, мынау дархан даланың, әр халықта ұлттық намыс бар деген, оны биік, қасиет деп сана. Шежіре дегенді қалай айтады? Мына топтың басшысы кім? Кән айта қойыңыз. Халықтың шығу тегін және де тарау аймағын зерттейтін ғылым бөлімінің бір саласы болып табылады. Шежіре яғни жаңа видеодан көргеніміздей өзіміздің ата-бабамыздан бастап, бұрынғы ата-бабамыздан бері қарай келе жатқан өзіміздің әке-шешеміз, туған туыстарымыз, бауырларымыз осы бір жаңағы ағашқа өзінің суреттерін ілу барысында көрсетуге болады. Жақсы. Жеті атамызды білеміз ба? Гүлназ. Шоқан, Шалдарбек, Шылғабай, Түгелбай, Мергенбай, Сағадық. Жарайды. Мінеке, жеті атамызды бәріміз жақсы біледі екенбіз, жатқа. Отбасында тәрбиеленген бір бөлек, заңды тұлға ретінде өз құқығыңды білу бір бөлек нәрсе. Сол жөнінде кішкене видео топтама көріп жіберейік. Білімланд сайтындағы бізге арналған баланың құқығы деген топтама бар екен. Адам үшін қоғам, балалар құқығы, халықаралық ұйымдар балалардың құқығын қорғайды. 1989 жылы 20 қарашада Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы балалардың құқығын қорғау жөнінде келісім жасады. Жақсы. Енді екі топ бір-бірімізге тест парақшасын ауыстырамыз, бір-бірімізді тексеру үшін. Балалардың дейді. Екінші сұрақта әлеуметтік статус деген дұрыс екен. Жансаяға 1 ұпай. 5 дұшпанды атаңдар. Өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, балшашпақ. Мақалдар жалғастырып көрейікші. Туған үйдің түтіні жылы. Туған ананың күтімі жылы. Туған ананың күтімі жылы. Міне өте жақсы. Мақалды қалай жалғастырып жатыр, Әкемнің отты көздегенін, бақытқа балағанын. Білімдерің шыңдала берсін. Бүгінгі тәрбие сағатымыз осымен аяқталды. Көп рахмет.